ОНР – общее недоразвитие речи. Қазақшасы ЖСТ-да. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы. Бұл есту қабілеті мен интеллектісі сау балаларда сөздің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құрамының өзгеруі. Жалпы ОНР-дік 4 деңгейі бар. Бірінші деңгейінде бала мүлдем сөйлемейді, немесе буындарды ғана айтады. Екінші деңгейде бала сөйлейді, бірақ оның сөзін өзінің туыстарынан басқа ешкім түсінбейді. Мысалы, бұрыннан кітаптардан келе жатқан мысал бар. Қыт, бадя, тана, теп, дөй деген сөйлем. Мұнда қыз, балалар шана теуіп жүр деген сөйлем. Сізге түсініксіз болды, иә? ОНР-дің екінші деңгейінде дәл осылай болады. Үшінші деңгей сөздің басын, ортасын немесе аяғын жеп қояды. Мысалы, машина деген сөзді ма деп айтуы мүмкін, ал тамақ деген сөзді мақ деп айтуы мүмкін. Ал төртінші деңгейінде жалғауларды дұрыс қолданбайды. Бұл көбінесе билингвизм кезінде көптеп кездеседі. Мысалы, даладан келдім дегенді далаға келдім, немесе даласы келдім деп айтуы мүмкін.